Сәлеметсіздер ме білімгерлер? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ою-өрнектің шығу тарихы және оның түрлері. Сабағымыздың мақсаты білім алушылардың ою-өрнектің шығу тарихы және оның түрлері туралы түсініктерін ашу. Сабағымызға тоқтала кететін болсақ, ою-өрнек ол латын тілінен аударғанда орнамент, әсемдеу, сәндеу деген мағынаны білдіреді. Ою-өрнек әртүрлі заттардың, үйдің ішкі мүліктерді, тоқыма бұйымдарды, еңбек құралдарды, қару-жарақ, сонымен қатар архитектуралық ғимараттарды әшекейлеуге арналған жүйелі ырғақпен қайталанып отыратын әрі үйлесімділікке құрылған өрнек нақыштар. Сонымен қатар қазақ халқының ою-өрнегінің тарихына тоқталатын болсақ, ол қазақтың аумағында ою-өрнектің ең қарапайым элементтері Андронов дәуірінен жеткен. Көне әшекейлерден байқауға болады. Мұндай әшекейлер жал, ирек тәріздес болып келеді. Ою-өрнек түрлері геометриялық пішіндерден құралып, дәнекерлеу, оймалау, кестелеу, құйма жасау әдістері арқылы жасалынады. Ұлттық ою-өрнек көбіне өзіне тән белгілерінің жүйелерін қазақ халқының қалыптасуы мен әрі республиканың қазіргі аумағында мекендеген Азияның басқа да халықтары мәдениетімен тығыз байланыста дамыды. Бұл ортағасырлық архитектуралық ғимараттардағы көрініс. Және де геометриялық ою-өрнектерден Айша бибі кесенесі, 11-12 ғасырлар, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, 13-14 ғасырлар және де тағы да басқа кесенелерден байқауға болады. Ою-өрнек дәстүрлі тоқыма өнері үлгісінде гобелен, текемет, алаша, сырмақ түрінде бейнеленген болса, кестеде кимешек, тұрмыстық заттар, ағаш, мүйіз, сүйек, металл және де теріге өрнек салу мейлінше жетілдіріле түсті. Ою-өрнектің түрлеріне тоқталатын болсақ, қазіргі кезде ою-өрнектің сан алуан түрлері бар. Оның санай берсек, бір санына жетпейміз. Қазіргі ең көп, кең тараған және де көп қолданылатын ою-өрнектің түрлерінің бірі өсімдік тектес ою-өрнектер, гүлді өрнектер, ол шеңбер түріндегі ою-өрнектер, розетка, күн белгісі және де тағы да басқа. Торлы ою-өрнектер, ол заттың бетіне тұтас жауып тұратын ою-өрнекті торлы ою-өрнек деп айтамыз. Геометриялық ою-өрнектер ол әртүрлі геометриялық денелерден құралады. Яғни қазіргі таңда біз сынық ою деп те атаймыз ол оюларды, олардың барлықтары геометриялық ою-өрнектің түріне жатады. Сонымен қатар зооморфтық ою-өрнек. Зооморф дегеніміз ол жануарлар, яғни аң, құс, балық, әртүрлі жәндіктер және де тағы да басқа жануарлардың түріне қарай құрастырылған ою-өрнек жатады. Қиял-ғажап ою-өрнектері, олар бойтұмарлар, аспан әлемінің белгісі бар ою-өрнектер болып табылады. Жоғарыда айтып өткендей, ою-өрнектің түрлері сан алуан. Соның бірі мен сіздерге қазір тағы да бір видео ұсынсам деп отырмын. Экранға назар аударамыз.
видеода ұсынылған ою-өрнектің түрлерімен танысып болсақ, сіздерге тапсырманы ұсынсам деймін. Бірінші тапсырма ол оюшы хан мен жоюшы хан деген қазақ елінің бұрыннан бері келе жатқан аңыз ертегісі бар. Сол аңыз ертегімен таныса отырып, оны видео түрінде болса, видео түрінде, егер де видео түрінде болмаса, онда сол аңызда қолданылатын ою-өрнектердің түрлерін вортқа салып, маған жібересіздер. Және де екінші тапсырма ол экранда ұсынылып отырған ою-өрнекті алғыш форматқа орналастырасыздар. Яғни, бұл ою-өрнекті салмас бұрын алғыш форматқа біз ең алдымен рамкасын сызып, компоновкасын жасаймыз. Компоновкасын жасаған кезде ою-өрнектің жаңа ою-өрнек алғыш форматтың не оң жақ, не сол жақ шетінде қалып қалмау керек. Ол дәл ортасында тұру керек. Сол үшін ең алдымен компоновкамен жұмыс істеп аласыздар. Кейін компоновканы орындап болғаннан кейін, мына экранда көрсетіліп тұрған қара сызықтар арқылы мен сіздердің салынған ою-өрнектеріңізді тексеретін боламын. Бұл жерде ою-өрнек бір-бірімен тығыз байланыста болғаннан кейін, бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы жаңа ою-өрнектерде сіздерде қара сызықтармен көрсетілген талаптар бойынша мен сіздердің жұмыстарыңызды тексеретін боламын. Енді бағалау парағына келетін болсақ, жасалынған жұмыстар ол ең алдымен компоновканың орындау тәсілі дейді. Бұл жаңағы алғыш форматқа компоновканы қаншалықты дұрыс орындадыңыздар, ою алғыш форматта қалай орналасқан, соған қарай бағалайтын болам. Және де екіншісі жұмыстың эстетикалық жағдайы. Біз жаңағы компоновканы орындаған кезде карандашпен және де карандашпен жұмыс жасаған кезде міндетті түрде өшіргішпен жұмыс жасаймыз, иә. Сол кезде өшіргіштеріңіз қаншалықты таза, және де карандашты сіздер қаншалықты жаңағы ыңғайлы әрі таза қолдандыңыздар, соған қарайтын боламын. Соған қарап бағалайтын боламын. Және де үшінші талап, ол қойылған талаптардың дұрыс орындалуы. Ол яғни экранға назар аударсаңыздар, міне, мына жерде оюлар қара сызықпен сызылып тұр ғой. Дәл осы жердегідей ою-өрнек бір-бірімен сәйкес келе ме, келмей ме, осы талаптарға қарай отырып, мен сіздердің жұмыстарыңызды бағалайтын боламын. Және де Потомс бағдарламасына алғыш форматқа оюды орналастырып салғаннан кейін, соның астына жаңағы бірінші берілген тапсырма оюшы хан мен жоюшы ханның видеосы болса, видеосы болмаса, Word күйінде жасалынған аңыз ертегіні маған жібересіздер. Осы талаптарға, осы жұмыстарға қарай отырып, мен сіздердің жұмыстарыңызды бағалайтын боламын.